Қадірменді жерлестер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында Шығыс Қазақстан облыс әкімдігінің қолдауымен жерлесіміз Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы, құрмет орденінің иегері, ақын Ұлықбек Есдәулеттің 65 жас мерейтойлық алтын ұям Алтайым атты шығармашылық кеш өтеді. 23 шілде күні сағат 15:00-де орталық Пушкин атындағы кітапханасында ақынның шығыс қазақстандық зиялы қауыммен кездесуі, және де кешкі сағат 18:00-де Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында шығармашылық кеш басталады. Атаулы кеште ақынның төл туындыларына жазылған әндері, сонымен қатар поэзиялар орындалады. Кеш қонақтары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Еркін Шүкіман, мәдениет саласының үздігі Нұргүл Қабдоллаева, Қуаныш Оралбаев, республикалық байқаулардың лауреаты Айжан Мазкенова, Әділ Тұрғанбаев, Әлем саз ансамблі және Элит триосы. Облыс орталығының тұрғындары мен қонақтарын жерлес ақынымыздың мерейтойына арналған іс-шараны тамашалауға шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер.